Қайырлы күн. Эфирде Бәйтерек холдингінің жаңалықтар дайджесті. Бүгін мамыр айын қорытындылаймыз. Іс-шараға толы, серпінді және мағыналы ай болды. Үкімет деңгейіндегі стратегиялық шешімдерден бастап, жаңа халықаралық келісімдер мен ауқымды бағдарламаларды іске қосуға дейінгі, осы айдағы ең маңызды нәрселердің барлығын біз сіздер үшін бір шығарылымға жинадық. Шығарылымды ел экономикасының даму стратегиясын анықтайтын негізгі оқиғадан бастайық. Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен Бәйтерек холдингінің директорлар кеңесінің отырысы өтті. Мемлекет басшысының нақты секторды қолдау тапсырмаларын іске асыру басты назарда болды. 2025 жылдың 3 айында шағын және орта бизнесті қолдау 439 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 28%-ға артық. Ірі индустриялық жобаларда белсенді қаржыландырылуда. Жоспарланған 8 триллион теңгенің 2 триллион теңгесі игерілді. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өндірушілерін қолдауға 230 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Бұл 200-ден астам техника сатып алуға мүмкіндік берді. Ал тұрғын үй саясатында 250 миллиард теңгеден астам сомаға қарыздар мен кепілдіктер берілді. Бұл 12 мыңға жуық отбасын тұрғын үймен қамтамасыз етті. Бәйтерек $500 миллион көлемінде еурооблигациялардың алғашқы шығарылымын жариялады. Инвесторлардың қызығушылығы ұсыныстан 2 есе асып түсті. Бұл халықаралық нарықтағы холдингке деген сенімді көрсетіп отыр. Қағаздар Лондон, Вена және Қазақстан қор биржаларының листингіне енгізілді. ақш, Еуропа және Азия үлкен қызығушылық танытты. Біз нарықтағы жағдайды оңтайлы пайдаланып, стратегиялық жобаларды қаржыландыру үшін жаңа мүмкіндіктер аштық деп атап өтті холдинг басшысы Рустам Қарағойшин. 16-18 мамыр аралығында Астанада отандық өндірушілердің жыл сайынғы 8-ші ұлттық өнім көрмесі өтті. Холдинг құралдары арқылы қолдау тапқан 350 компания өз өнімдерін ұсынды. Көрме қазақстандық бизнестің тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін, сондай-ақ кәсіпкерлік экожүйені қалыптастырудағы Бәйтеректің рөлін көрсетті. Қазақстандағы бизнес экономиканың негізі. Біздің міндетіміз оның өсуіне жағдай жасау, деді Рустам Қарағойшин. 2024 жылы Бәйтерек желісі бойынша 1,7 триллион теңгеге 29,5 мың жобаға қолдау көрсетіліп, 10 мыңға жуық жұмыс орны құрылды. 20 мамырда Астанада Қазақстан-Германия іскерлік кеңесінің отырысы өтті. Индустриялық, инфрақұрылымдық және технологиялық ынтымақтастық мәселелері басты назарда болды. Тараптар бірлескен инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған бірқатар келісімдерге қол қойды. Рустам Қарағойшин Германия Қазақстанның негізгі серіктестерінің бірі екенін атап өтті. Кездесу аясында Бәйтерек, КФО және жетекші неміс компанияларының қатысуымен бірнеше келісімдерге қол қойылды. Бәйтерек холдингі шикізаттық емес экспорттың бағыттарын дамытуды жалғастыруда. Мамыр айында майлы дақылдарды өңдеушілерді қаржыландыруды көздейтін жаңа бағдарлама басталды. Шығыс Қазақстанның жетекші өңдеушілерімен, атап айтқанда Алтын Шығыс және Қазақ-Астын Групппен келісімдерге қол қойылды. Компаниялар шикізат сатып алуға және өнімді экспорттауға қаржы алады. Жеткізілім 600 мың тоннаға дейін өседі деп күтілуде. Біздің мақсатымыз Қазақстан экспортты жаңа деңгейге көтеру, деді Жандос Шайхы. Астана халықаралық форум аясында Еуропа инвестициялық банкі мен холдингтің еншілес ұйымы Қазақстан тұрғын үй компаниясы арасында меморандумға қол қойылды. Құжат халықаралық қаржыны тарта отырып, энергия тиімді тұрғын үй құрылысы саласындағы жобаларды іске асыруды көздейді. Осы мақсатқа $50 миллион дейін қаражат тартылмақшы. Сондай-ақ форум аясында холдинг пен Еуропа қайта құру және даму банкі арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Тараптар Ақтау және Көкшетау қалаларында сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жаңғырту бойынша инфрақұрылымдық жобаларды бірлесіп іске асыруды жоспарлады. Еқтіпмен бірлесе жасаған жұмыс азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға серпін береді, деді Рустам Қарағойшин. Холдингтің еншілес ұйымы отбасы, банк, халықаралық қаржы корпорациясы мен IFC келісімге қол қойды. Ынтымақтастық жаңа өнімдерді енгізуге және қазақстандықтарды қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуде жеке сектордың рөлін арттыруға бағытталған. Бұл тұрақтылықты арттыруға және бюджетке тәуелділікті төмендетуге бағытталған маңызды қадам, деп атап өтті Жандос Шайхы. Біз сіздерді ел экономикасының тұрақты дамуына бағытталған негізгі міндеттердің іске асырылуы барысы туралы хабардар етуді жалғастыра береміз. Ресми сайтта және әлеуметтік желілерде біздің жаңалықтарымыздан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.